Сәлем достар, сіздермен Азиза. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өзбек халқының сүйіп жасайтын тамағы қамыр қасыпты жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызға бір жұмыртқа салып, тұзды суымызбен қамырымызды дұрыстап илеп алатын боламыз. Қамырымыздың дайын болғанын білу үшін қолымызға қамырымыз жабыспау керек. Сонда біздің қамырымыз дұрыс иленді деген сөз. Міне менің қамырым иленіп дайын болды. Целлофанмен үстін жауып, біраз уақытқа қалдыратын боламын. Бұл тағамның ерекше дәмді болып шығуы осы қуырылған пиязда. Екі үлкен пиязымызды осылай видеодағыдай етіп турап қуырып аламыз. Күрішті жуып, суға қалдырдым. Қуырылып жатқан пияздың үстіне бір қасық томат пастасын салып араластырамыз. Піскен етті ет тартқыштан өткіздім. Ал сіздер кәдімгі фаршты қосуларыңызға болады. Қуырылып дайын болған пиязымызды етіміздің үстіне салып, өз қалауларыңыз бойынша татымына қарай тұзбен бұрышын салып, дәмдеуіштер қосуларыңызға болады. Барлық дәмдеуіштерді қосқаннан кейін араластырып аламыз. Одан соң суда тұрған күрішімізді фарштың үстіне салып, дәмі ерекше болу үшін аздап сұйық май құйдым. Одан соң қамырымызды осылай жұқа етіп жаямыз. Жайып болғаннан кейін қамырды мантыға турағандай етіп төрт бұрыштап қамырды турап дайындап аламыз. Туралған қамырларымыздың ішіне салмамызды салып, дәл осы видеодағыдай етіп орап аламыз. Осылай қамыр қасыптерімізді біркелкі етіп орналастырамыз. Ең жоғарғы температурада 35-40 минутқа қойдым. Міне менің қамыр қасыптерім пісті. Дәмі өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.